ұстазбен мәңгі толық біліп аласың. Құдай берген пәнді Құдаймен мәңгі тілдескен тамаша, Құдаймен тілдескен сондай тамаша, Құдаймен мәңгі тілдескен тамаша, Құдаймен тілдескен сондай тамаша. Қандай керемет, Құдайға шүкір, шынымен де Құдаймен тілдескен тамаша. Ал біз бастаймыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біз Лио Каз подкастымызды бастаймыз. Бүгін қонақта біз Аралкүл апамыз. Рахмет сізге бүгін келгеніңізге, осылай уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Және бүгін бізде негізі өте көп тақырыптарды қозғайтын боламыз. Тырысамыз сондай жақсы тақырыптарды қозғауға, сөйлесуге, көрермендерге жеткізуге дегенде. Ал енді жаймен бастайық. Ең бірінші бірақ чайдан бастайық. Чай құйып, чай ішіп. Аға, сосын жаймен сұрақтарымызды қойып, асықпай бастайтын боламыз, аға. Қазақта да сол негізі сондай ғой. Бізде негізі чайшик деген кезде чайшик деген мағына емес та, чайшик деген ең бірінші әңгіме айтайық. Иә. Әңгімелесу, чайдың үстінде деген мағынада ғой. Әңгіме айтып, сондай да. Сондықтан да сол чайдың үстінде әңгімемізді айтатын боламыз. Жалпы негізі алдында да біз сол сөйлестік, алдында да сол талқыладық, сұрақтарды әртүрлі. Сол кездегі жалпы өзіңіздің өміріңізбен бөлістіңіз. Бүгінгі күнде сол жаймен бастай берсек болады. Жалпы қай жерде туылдыңыз, сол балалық шағыңыз қалай өтті дегендей да. Енді өзім Қызылорда облысы Қазалы ауданы, яғни көп адамдар оны жаңа Қазалы деп біледі. Станционова Казалинск десе көбісі білетін шығар. Сол жерде дүниеге келдім. 58 жылы 31 июльде дүниеге келдім. Отбасымызда 6 ағайынды болдық. 4 қыз, 2 ұл, 2 ағам болды. Бізде де 6 отбасыда. Мен семьяда ортаншысы болып өстім, әйтеуір. Сізде үшіншісі ба? Төртіншісімін. Төртіншісі. Бізде 6-ымыз, мен үшіншімін, мен де ортасындамын. Ортаншысымын. Әкем атағы шыққан етікші болды. Өзі руы қожа. Қожадан руы емес, енді қожаның тұқымы енді. Ал шешем болса кіші жүз, үйде әкемді бағып, әкеме қызмет жасады. Үй шаруасындағы адам болды. Енді балалық шаққа келетін болсақ, балалық шақтағы есімде ол ауылда шегеғым деп айтады, бізде песок, ол сияқты песок дейді ғой. Шегеғым түсіріп қоятын тұғын шарбақтың ішіне. Сол шеге құмды су құйып, үй жасап, неше түрлі көп үйлер жасап, сондай бір су құйып ойнайтындығым есімде. Онан тағы бірде әйтеуір больницаға ауырып қалып, больницаға түскенмін. Содан енді үйімнен адам келіп тұрып, бір уақыт келмей қалған ғой. Сонан енді больницадан қашып шыққанмын. Кішкентаймын ғой енді. Қашып әйтеуір үйге қалай келгенімді білмеймін. Келсем әйтеуір жаңағы ағам үйленетін болып, соның әбігерімен мені ұмытып кеткен. Үйге кіріп келгенде шешем ойбай, сен ұмытып кетіппіз ғой деген сөзі ең аяғында менің өксігімді туғызып жылап жібергенмін ғой. Ойбай, мен нағып ұмытып кеткенсіңдер деп. Сондай қызықты оқиғалар жастық шағымнан ең қызығып, бір сүйсініп есіме алатыны әкемнің бір сүйікті қызы болдым өзім. 4 қыздың ішінде мені ерекше жақсы көріп, 15 жасына дейін алдына алып отыратын тұғым. Алдына отырып, менің атымды айтпай, менің Сары Жапалағым деген ат қойған маған. Сөйтіп Сары Жапалағы болдым, әкемнің соны өте қатты жақсы көрді мені. Сөйтіп кітаптар оқытатындығым, дастандар, ол кезде Батырлар жыры деген бір үлкен том кітаптар болды. Соны оқытатындығым, оқымай қалған кезімізде ақша беріп оқытатын, сол ақшаға қызығып оқитындығымыз. Енді қиыншылық көріп өстік, қиыншылық көргенде мынандай әке шешеміз қатты еркелеткен жоқ, келі түйіп дегендей, кірпіш басып дегендей, сондай жұмыстарға салды. Алдында ағам қайтыс болған. Сонымен жақсылықты да болды, қиыншылықты да көріп өстік. Жаман болған жоқ содан. Негіз сол жалпы
сіздер шығармашылық отбасысыздар, Иә. негізі көбінесе Иә. сіздің балаңыз да, сіз де, сіздің ағайындарыңыз да, өзіңіз де сондай шығармашылыққа жақын. Негізі қазақ халқы да, енді бүкіл халықтар шығармашылыққа жақын ғой, бірақ қазақ халқы сондай бір ерекше бір музыкаға, композицияға, сондай бір жүректің толқынымен әуендерді айтып, я сондай сол сөздерін жазып дегендей, сол бойынша айтып кетсеңіз, иә. Негізі жалпы шығармашылықпен ең бірінші рет қай уақытта таныстыңыз дегендей? Ол жаңағы бекар емес, әкемнің маған сол батырлар жырын оқытуы, мен сол фундаменті сол жақтан келді деп ойлаймын. Өйткені күнде өзің ойла, енді неше жылдар бойы күнде батырлар жырын оқысаң, ол жатталып та қалады ғой. Яғни ми жаттап, ми жақсы дамиды. Яғни қазіргі тілмен айтқанда есте сақтау қабілеті мықты менде. Осы уақытқа дейін жақсы ойлаймын, жаттап алмаймын, телефондарды айтсам, мысалы, есімде сақтап барып жазам, оның пайдасы көп дейді деп ойлаймын. Ол да енді әкем күй тартып, ағам, шешем сондай өлеңге жақын адам болған, шығармашылық. Бірақ қазақы болғандықтан соның бәрін шығара алмай ішінде, яғни өзінде сақтаған есімде, әлі есімде, алдында ағам қайтыс болды. Сонда бір түнде жылап өлеңдетіп отыр екен. Сонан есімде өлең жазатыны. Соны айтып жатыр, мама, сен өлең жазасың ба? Иә, осындай өлең жазатыным бар, бірақ ол шықпаған. Мен ойлаймын, сол ата-анадан, сол тұқымнан дейді ғой. Оның да әсері бар. Жазам, балалық шағым 85 жылы ең алғашқы өлеңім жазғанмын. Сонан кейін осы Құдайға келгелі ол қатты дамыды. Өйткені өзім әнге құштар болдым, өлең айтқанды жақсы көрдім, ағам әнші болды. Өзімнен кейінгі сіңлім де Құралахан емес, ол да ылғи өлең жазады, газеттің бетін бермейді. Ал мен енді әйтеуір балам шықсын, не болса да балам шықсын деп өзімді тежеп жүрдім да, енді өлеңдерімді енді шығарып жатырмын, шын айтқанда. Авторлар қоғамының мүшесі болдым биыл. Енді жіберейін енді деп. Яғни сол дарын ойлаймын. Сол фундаменті сол батырлар жырынан. Ата-анамыздың да себебі бар. Шешемде өлең жазған адам. Ойлаймын, содан да өлеңге де жақын, жақсы көремін өлең айтқанда. Яғни, рухани байлық қой енді ол да. Ән деген, өлең деген. Яғни көмектеседі барлық жағынан. Шын айтқанда қиындықты еңбекпен, өлеңмен жеңдім десем де болады. Ал сол бір музыкаға деген құштарлық, сонда бір әсем әуенге деген құштарлықтың пайда болуына, сол махаббаттың пайда болуына музыкаға деген мүмкін бір нәрсе әсер еткен шығар сізге, бағанағы батырлар неден бастап, мүмкін белгілі бір топтар музыкалық, сіздер соны тыңдап, музыкалық топтарды адамдар, мына күшті айтады екен деп, сонда шабыттанып сол адамдарға қарап, сонда бір пример үлгілеріңіз бар ма? Дұрыс айтасың, болды. Өйткені сол кезде, біздің кезімізде өте дарынды әнші Магомаев, София Ротару сияқты, Валентина Толкунованың көбінесе орыс болса да, солардың әнін айтып өстім мен мектепте. Жастарда ең алғашқы есімде Лелешинкінің Затовой паниясын айтып шыққан мектепте. Сөйтіп, кейін қазақша өлеңдерді де, сол әншілерге өте қызықтым, өйткені дауыстары да мықты, тембрлері де күшті, өздері де әдемі, бәрі жақсы көрді ғой. Соған подражать еттік біз, шын айтқанда. Сіңіліміз екеуміз бөлмелерді жауып алып, өлең айтып отыратын тұрмыз, айқайлап, жарысып. Әнші боламыз деп армандадық. Бірақ енді ерте тұрмысқа шығып кеттім. Сонымен жан дүниемде әнші болып жүрдім. Жан дүнием өлең айтып жүрді, шын айтқанда. Өлеңмен, қиыншылығымды өлеңмен жеңіп, сөйтіп өмірде солай жүрдім. Күшті, керемет. Негізі сол әр адам әртүрлі ғой, және қиыншылықтан өтуге әр адамға, мен ойымша, әртүрлі сонда бір нәрселер көмектеседі, мүмкін адамдар көмектеседі, немесе белгілі бір мүмкін фильмдардың өздері көмектесуі мүмкін. Сіздің жағдайыңызда ол музыка болып тұр да, музыка көмектесті. И сол бір сәті келіп тұр деп ойлаймын. Сол сұрақтың, мысалы, қалай ойлайсың, музыканы не үшін жаратылды, музыка адамдарға не үшін берілді, сондай бір ғанибет қой, ол да бір сондай керемет
керемет сезімдер, керемет толқыныстар, сол бір Құдай оны берді, иә, адамға не үшін берді, иә? Сол бір сұраққа қалай сіздің көзқарасыңыз қалай? Сол сұраққа келетін болсақ, өйткені Құдайдың өзі де, яғни қалай айтсам, тілім жеткізсем, музыканы негізі Құдай ғой шығарған. Мен ойлаймын, Құдай шығарды. Өйткені Құдай тірі нәрсе ғой, енді тірі жаратылыс. Құдай деген өлі емес, тірі тіршілік иесі. Сондықтан тірі болғандықтан ол қуана алады, ренжи алады, қайғыра алады, яғни ода сезім бар. Ал музыка ол сезімнен туады. Мысалы, сезімнен туады ғой. Шынында да Құдай қуанған кезде ол музыка, ренжіген кезде де басқа музыка шығады. Қаһарланғанда да мысалы басқа музыка шығады. Мысалы, 45-ші забурда айтады: тынышталыңдар барлығың, енді біліңдер менің Құдай екенімді, басқа халықтар мені құрметтейді, дүние жүзінде мені қастерлейді дейді. Сонда ашуланып тұрып зекіп айтып жатыр. Ол да бір музыка сияқты. Мысалы, бір фильм түсірсе біреулер, батырлар жыры, батырлар туралы, мысалы, соны қолдана рет, қорықпаңдар, тынышталыңдар деп айқайлаған сияқты. Сонда бұл да бір музыкаға арқау болатын сияқты да. Мен ойлаймын, Құдайдың өзі осы музыканы шығарған. Өйткені оның жан дүниесі сондай. Ол қуанады, ренжи алады, ашулана алады, қайғыра алады. Яғни тірі болғандықтан ол музыканы шығарған өзі деп ойлаймын. Өйткені ол адамды жаратқанда да, мысалы, періштелерін жаратқанда да өзін мадақтату үшін жаратты ғой. Сондықтан музыканы оның жан дүниесі қалайды. Өзін мадақтатқанда қалайды. Яғни ол музыканы, әуенді қалайды. Иә, жақсы. Былайша айтқан кезде, орысша айтқан кезде, он не қалай айтатын еді, не нуждается. Иә, не нуждается. Тәуелді емес, біздің мадақтағанымызда, бірақ қалайды. Қалайды жан дүниесі. Өйткені ол құдіретті ғой. Бәрінен құдіретті. Біз оны мадақтауымыз керек. Ол бізде емес, біз оған тәуелдіміз, яғни біздің мадақтауымыз. Мадақтау үшін жаратылды ғой, шынында айтқанда. Адам жаратылысы мадақтау үшін жаратылған. Оның атын даңқтау үшін, мадақтау үшін жаратылғанбыз, шынында айтқанда. Мысалы, мадақтауға да келетін болсақ, кейбір адам мүмкін түсінуі мүмкін, кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін, иә, сол мадақтау деген сөзді сол бір қарапайым бір-екі сөйлемде айтып кетсеңіз, мадақтау деген не ол, және біз не үшін Құдайды мадақтауымыз керек? Себебі не ол мадақтау? Мадақтау деген Құдай былайынша айтқанда, мадақтау деген, яғни ол Құдайды қастерлеу деп мен ұғынар едім. Яғни Құдайды қастерлеу, Құдайды сүю, сол әлде баламалар бар шығар, бірақ аузыма осы түсіп тұр. Яғни Құдайды қастерлеу. Яғни адам қаншалықты Құдайға жақын, Құдайды қалай терең қастерлейді, ол шынымен мадақтайтын болады Құдайды. Өзіне өзі мадақтайтын болады. Шынымен мадақтайтын болады. Сондықтан мадақтау ол Құдайды қастерлеу. Құдайды сүю деп айтар едім. Өйткені Құдайды сүйген, Құдайды қастерлейтіп, Құдайды құрметтейтін, Құдайға табынатын адам ол сөзсіз ол мадақтайды оны. Қалай болғанда да. Иә, мен де солай түсінемін. Мысалы, андай сұрайды, мадақтау деген не деп, иә, мысалы, түсінбейтін. Сол кезде былай айтамын, мысалы, әртүрлі біз өлеңдер шығарамыз, мысалы, өзінің еліне деген, иә, мысалы, отан ана, өзінің анана деген, ана дегенде, иә, мысалы, бір тауға қарап неткен әсем таулар дегендей, сондай белгілі бір нәрселерді көріп, сондай әдемілігіне тамсанып дегендей, өзінің эмоцияларын шығарып, белгілі бір сондай өлеңдер шығарады. Біз де дәл солай, Құдай бізді жаратты, керемет қылып жаратты. Не үшін біз осындай керемет Құдайға, осындай әртүрлі президенттерден де жоғары, осындай даңқы, оның статусы біздің ата-аналарымыздан да жоғары былай айтқан кезде. Не үшін біз оны мадақтамасқа, ол лайықты мадаққа. Және де сол айта кететін жайт, маңыздысы мадақтау деген кезде мүмкін кейбір адамдар былай шектеліп қалады да, мадақтау ол тек қана сол музыкамен, мысалы, сондай бір немен, бірақ мадақтау өзіңіз жақсы айтқандай қастерлеу, соның барлығы как өмір сүру салты деп біз айта аламыз, мадақтау ол сол бір біздің өмір сүру салтымыз, ол біздің тек қана сол бір өлең айтып Құдайды мадақтау ғана емес, былай сөзбен немен, ол біздің өмір сүру салтымыз, ол біздің сондай көз қарастарымыз, Құдайды мадақтауына.
Сол Құдайға келетін болсақ, Иса Мәсіхке келетін болсақ, сіз қалай келдіңіз? Негізі Құдаймен қалай таныстыңыз? Иса Мәсіхпен қалай таныстыңыз? Біз сол Қызылорда Қазалыдан 93 жылы осы Алматыға көшіп келдік. 93 жылы көшіп келіп, осы шаңырақтан үй көтердік. Сөйтіп жүргенде уақыт өтіп 99 жыл болды. 98 жылы менің үлкен ұлым Арман армияға баратын болды. Сөйтіп ол қатты ауырды да, түнімен ұйықтай алмайтын болды енді. Сөйтсек рухтар басады екен. Яғни рухтар ұйықтатпайды, аяғын байлайды, қолын байлайды, аузын байлайды дегендей өзі айқайлайды екен, мен оны естіпейді екенмін. Сөйтіп жүрген баяғы Исаны білмеймін, сол кезге дейін тағы бақсыларға, балгерлерге барады, сөйтіп жүріп, ол бала одан жазылмағаннан кейін жаңағы психбольницаға жатқызып тастады, оны военкомат тексергенде деп психический ауру деп. Сол кезде енді Құдайды қатты іздедік. Құдай-ау, мына әулиелерден де жазылмай жатыр, бұл не болды деп қатты Құдайды іздедік енді. Құдай қайдасың дегендейді сұрақтар болып, мен жылаумен болдым, ең аяғында мына балам мен өліп қалама, не болды Құдай деп сөйтіп іздеп жүргенде, тап есігімнің көрші артымда үйден, мына үй сияқты артымдағы үйде көршімде жаңағы құда баласы, сол үйдің құда баласы Алмас кіші ұлыммен бірге жұмыс істейді екен. Бірге істеп жүріп, Иса туралы оған іс хабар айтады. Сөйтіп Алмас ол сознательный тәубе алады, сеніммен. Алмас қайнады? Иә, Алмас кіші ұлым тәубе алады. Тәубе алып жүріп, соны бізге жеткізеді ғой. Ең алғашқы жеткізуші Алмас баламыз болды. Ең бірінші ол тәубе алды семьяда. Сонан кейін барып, 2 айдай біз қарсыласып жүрдік, Арман екеуміз. Ол Алмастың тәубе алған күні 99 жылдың 21 январы, біз апрель 2,5 ай айқайласып жүрдік қой. Общем, 2 ағайынды бір-бірімен төбелесіп үйде. Алмасты қуып, сен шоқынып кеттің, Исаға сенуші, ол мұсылман емес, біз мұсылманбыз деп үй 2-ге бөлінді. Ана киелі кітапта айтады ғой, бір үй 2-ге бөлінеді. Қызы шешесіне, әкесі баласына қарсы шығады дегендей, 2 бауыр бір-бірімен төбелесіп, сөйтіп кіші інісін үйден қуып жіберген жағдай болған сондай. Түнде маған кешкісін келді, іс хабар айтты, сосын маған күнәһарсың ба дегенде, я дедім, онда тозаққа кетесің деді ғой маған. Бүйтіп қолын чозайтып, ойбай барғым келмейді деп ұшып тұрып едім де қайтадан отырдым. Онда тәубе алды, сол күні тәубе алдым мен. Яғни тәубе алдым қорыққанымнан. Бірақ та менің қорыққанымды біліп, Құдай өзінің көз алдында кереметін жасады. Сонан менің анау 1 жылдай ауырып жүрген, неше жыл ауырып жүрген баламды көз алдында емдеп, яғни сол күні оған да іс хабар айтты, Арманға түнімен іс хабар айтты. Ол бірақ тәубе алған жоқ, бірақ таң алдында балаң тәубе алды дегенде мен қуанғам, шен сұрады менен, ойбай қуанып жақсы болған екен деп. Сөйтсем түніменен енді қазір біліп жатырмын ғой, енді жақсы сенуші болған, енді біраз стаж бар, енді қазір біліп жатырмын ғой, түнімен олар дұға еткен, бүткіл қауым дұға еткен, 2,5 ай. Сонан кейін ашылу келді ғой Арманға да. Сол күні тәубе алдық, екеуміз бір күні тәубе алдық. Мен түнде, ол таң алдында. Сөйтіп Исаны қабылдауым осылай болды, қиыншылық болған жоқ. Менің қабылдаған жаңағы маған Исаны қабылдау қиын болған жоқ, өйткені мен әкемнің айттым ғой, жаңа сүйікті қызы болдым. Яғни әкем өте 4 қыздың ішінде мені жақсы көріп еркелететіндігін. Сондықтан мен әкем қалай мені жақсы көрсе, ол да сенің әкең деп. Рухани әкең, бірақ. Сонда мен ойланып тұрдым, онда мен Құдай, әкем мені жақсы көрсе, онда Құдай да әкем болса, ол да мені жақсы көреді ғой, деп сендім да. Яғни мынау тәни әке, анау рухани әке, ол да мені жақсы көреді ғой онда деген сондай сенімділік келді да. Сол арқылы сол тәубе алуым сондай қызық болды. Мен керемет, керемет. Бір жағынан. Сол есіме түсіп отыр, сіз айтып отырсыз ғой, сол рухани әкем мен тәни әкем. Мен тәни әкем, тәни әкем де сол осы жердегі мен әкем, жердегі ол өте қатты мен жақсы көреді да, әліге күнге дейін. Сол кезде бір ойланып, толғанып отқан кезде әкемнің сүйіспеншілігі есіме түседі. Сол қалай ол мені бақты, ешнәрсеге қарамастан, андай сүйіп, қалай жақсы көрді. Еще біз 6-аумыз, көп бала болған сайын внимание бөлу қиын ғой. Дегенмен де жұмыс бар, қызмет бар,
басқа да шаруашылықтар бар, әрқайсысымен жеке қарым-қатынас құрып, әрқайсысын сүйіп, не істеу керек, оқыту керек, өзіңіз білесіз ғой енді. Басыңыздан өтті, сөйтіп сол есіме түсіріп отырмын, мә, әкем мені қатты жақсы көреді негізі, анам екеуі деп. Жақсы көреді. Содан кейін сол Құдай как әке ретінде қабылдап, Құдай мені одан да қатты жақсы көреді ғой негізінде деп сөйтіп жылап, Құдайым рахмет деп сөйтіп сондай оқиға болған. Солай ойлайсың, тани әкең жақсы көргенде, онда рухани әке, конечно, ол жақсы көру керек қой, Құдай одан да жақсы көру керек қой деп ойлайсың ғой енді. Ода мүмкіншілік көп қой енді, құдіретті. Сондай сеніммен келдім. Өйткені мен әкем мені қатты жақсы көрді. Әкемнің сүйікті қызы болғаным, ол Құдайға келуіме көмегін тигізді десем де болады. Яғни әкемнің рөлі көмектесті. Құдайды қабылдауыма сеніммен қабылдадым. Сенімім сол күні қуаныш болды, сенімде болды, менде әрі қарай қызметін жасай бердім ғой, в общем. Ертесіне тұрып алып, Құдайым, сенің сөзін кімге айтайын деп, анеге барып айт дегенде, көршінің үйіне барып, соған ісхабар айтып, бір жерде тәубе алған, семьясы құтқарылды, қазір қауымға барады. Сонан бері Құдайдың сөзін әрі бері таратып жүрмін, шын айтқанда. Құдайдың өзі жоспарлаған жоспары дейін. Яғни осы қызметке тағайындаған да. Сол Құдайды, Иса Мәсіхті қабылдағанға дейін сіздің өміріңіз қандай болды? Бәрібір де енді Құдай өзгертеді ғой Иса Мәсіх. Біздің жан дүниемізді ең бірінші өзгертеді. Жан дүниеміз, жүрегіміз өзгермей, біздің өмір сүру салтымыз өзгермейді. Біздің осы көрінетін, көрінбейтін біздің бәрібір де нелеріміз бар ғой. Ішкі жан дүниеміз бар, біздің қайғыларымыз бар дегендей. Және сол мүмкін мінезіңіз өзгерді ма, сондай немесе бір привычкалардың өзгерді ма дегенде, сол қай жағынан сіз өзгердіңіз мысалы? Практикалық жүзде. Өзгерген нәрселер бар. Бір оқиғалар болып, шешемнің қолында 10 жыл тұрып, шешемді баққанмын. Сонан үй сатылып, бір шарбақта 2 үй болған. Соның біреуі сатылды да, мен далаға қалғандай болдым да, шешеме қатты өкпелегенім сондай, осы Алматыға көшіп кеткем. Қазалыдан Алматыға көшіп келіп, онан кейін 10 жыл шешеме қатынаспай қойдым. Ренжіткен сондай, үй сатылып кетті. Енді ойладым ғой, мен сол үйде тұрам, балдарыммен деп. Енді мен ерте тұрмысқа шықтымда, ерте ажырасып кеткен адам, неге десең, күйеуім арақ ішіп кетті, енем де арақ ішетін тұғын үйде. Сонымен 2 оттың ортасында ылғи жүрдім де, далада жүретін едім, ылғи арақ ішіп алса, екеуі бір-бірімен төбелесіп, қайтсем аман қалам, қайтсем балдарды аман қалам деп далаға қашып шығып, сөйтіп жүргенде көп ұзамай шешім қабылдадым да, жоқ болмайды екен деп. Маске дейін, ол 85 жыл. Мен 99 жылы тәуіп алдым. Соны 85 жылы шешем үйіне барып, 10 жыл шешемді бақтым ғой. Сол кездегі ғой, бір шарбақта 2 үй болған, мен өзімше жоспарлап қойғам ғой, ертең балдарым өсет, әйел алады, мына үйде тұрам деп жоспар жазып қойғам. Сол жоспарым болмай қалды ғой. Сонан кейін шешеме ренжіп 10 жыл қатынаспай қойғам ғой. Соны ойлаймын, соны Құдайға келгеннен кейін өкіріп тәубе алып, Құдайым кешір, осының бәрі сенің жоспарың екен ғой. Яғни мен емес, шешеммен ренжіген. Ренжідім, бірақ сен оны өзіңнің жақсылығыңа айналдырған екенсің ғой. Сенің жоспарың болған мені құтқару, Құдайдың құтқару жоспары солай болған. Яғни ренішті өзінің пайдасына шешті деген сөз ғой. Яғни мен 93 жылы көшіп келдім. 99 жылы Құдай құтқарып алды, 6 жылдан кейін. Яғни бұл Құдайдың жоспары, керемет жоспары деп ойлаймын. Содан кейін анаңызға қайтып бардыңыз. Сонан кейін, кешірім сұрадым, оларды көшіріп алдық. Тұрды, Ұлжанда бар туысқаным осы жақта, Ұлжан деген микрорайон бар, Шаңыраққа жақын. Сіз сол бағанағы айтып отырсыз да, анаммен бірге 10 жылға дейін осындай кездеспедіңіздер ғой, көріспедіңіздер, сөйлеспедіңіздер. 10 жылға дейін, И сол 10 жылдан кейін бірінші рет кездескен кезде, бірінші рет оны көрген кезде, сіз сондай бір жаңа адам айтады ғой, Иса Мәсіх қабылдаған, Иса Мәсіх жаңа жаратылған адам дейді да. 93-ші кеттім. Жаңа адам болып келген кезде сіз қандай сезімдерде болдыңыз? Ең бірінші рет көрген кезде анаңыз қандай сезімдерде болды? Сол еске түсірсеңіз, жүрегіңізде қандай сұрақтар болды, қандай ойлары болды мысалы да? Қаншалықты қиын болды? Енді қиын болғаны қиын болды. Қалай айтсам екен, әлде
о кісілер көшіп келмей тұрғанда хат жазатын тұғын маған. Қызым, мен сені сағындым, келмейсің ба дегендей. Сосын жаңағы үйде жүргенде жаңа ағам үй сылауды үйреткен, штукатур дейді ғой. Соны үйретіп, екі плановый там ғой бір шаруақта. Соның ішінде түсіп қалса сылап, сыртында сылап жүретін тұғым. Сонан енді солай бізді пайдаланды ғой енді, әке-шешеміз не істейді енді баласын пайдаланады ғой. Жұмсайды, келі түйгізді, сол үйдің шаруасын ағам қайтыс болған, сонан кейін как будто біздерді ұлдың жұмысын істетіп жұмсады ғой. Сонан сөйтіп жүретін тұғым, енді үйді жақсы ұстадым, сылап берем, актеп берем, сырлайым деген сияқты сөйтіп, сонан кейін көшіп кеткеннен кейін қиналған ғой. Ана үйге сылайтын адам жоқ, тозады ғой енді 10 жыл дегенде. Құлайды, сонан бір күні хат жазып, бала, қызым, мен сені сағындым, неге өйтіп ойлайсың, енді ана үйді сатып жіберді дедім ғой. Мені қайдан білейін, басым жұмыс істемей қалды, сені отыратыныңды қайдан білейін деп өзін кінәлі сезініп жатыр енді. Сосын тағы бүйтіп қосып қойған. Ой, ана үй азып кетті, сылайтын адам жоқ, үйді сырлайтын адам жоқ деген кезде жылап жібергенмін ғой. Ойбай, мені жақсы көргені өтірік екен. Мені тек ана әйтеуір сылау үшін, ана үйді сырлау үшін керек екен мен деп жылап жібергенмін ғой. Енді ол да қарасаң балалық па, енді соншама бала болмасаң да, бәрібір де қанша жаста болсаң да бір жан дүниеңде бала болады екенсің шынымен. Пока анаң тірі тұрғанда, әке-шешең тірі тұрғанда бала болады екенсің. Жасыңа қарамай. Сондай балалық па, сонан жылап жібергенмін ғой. Ойбай, мені жақсы көрмеген, яғни менің тек жұмысым керек екен ғой, баяғы келі тыю, үй сылау, үй актеу, сырлау, сол керек екен ғой деп одан сайын ашуланғанмын ғой. Енді бәрібір де эмоция ғой, шығу керек, шықты. Сонан кейін көшіп келгеннен кейін көрісіп атымыз ғой енді. Құшақтасып, көрісіп, көшіріп алдық. Өсіқта тұрды Ұлжан деген микрорайонда. Жақсы өксіп, жылап, кешірім сұрап дегендей бір-бірімізден табыстық қой. Сол ғой енді маңыздысы. Кешірім сұрау ғой, шын айтқанда. Өзіңнің қылығың үшін. Болмаса енді анаң жамандық ойламайды ғой енді. Болмаған оқиға ғой енді, шын айтқанда айналып келгенде Құдайдың жоспары ғой. Ол үйдің сатылуы, менің далада қалуым, далада қалған жоқпын деген мен шешеммен тұрғым келмеген ғой енді. Балдарыммен өзім бөлек тұрам деп жоспарлап қойғам өзімше. Бірақ Құдай айтады ғой, менің ойым сендердікі емес, сендердің ойың менікі емес. Яғни менің құрған жоспарым оныкі емес. Оның жоспары менікі. Иә, сондықтан Құдайдікі орындалды. Соны түсінген кезде мен риза болғам. Сосын кешірім сұрап, Құдайым ол жоқ, Құдайдың жоспары екен, мен көшіп келгенім ренішті емес, іштен емес. Бірақ енді, конечно, біз солай ойлаймыз енді. Ренжіттік, шешем ренжітті, мені далаға тастады, мені туралы ойламады деп. Бірақ ол Құдайдың ойы, Құдайдың жоспары да. Сол римдіктерге арналған хатта есіме түсіп отыр да. Құдай өзінің сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді дегендей да. Кейбір кезде Құдайдың еркін түсінбеуіміз мүмкін, бірақ Құдайдың еркі әрқашанда жақсылыққа алып келеді. Маған да бір Забур-жырдағы аят есіме түсіп отыр. Мен Забур-жырларын көп жатқа білем. И оны өмірде де қолданам. Дұға еткенде 24-ші Забур-жырда бір аяттар бар. Құдай өзін қастерлейтіндерге ашады сырын, білдіреді келісімін дейді. Айта кететін болсақ, мысалы сіз тәубе еттіңіз, тәубе еткеннен кейін хронология бойынша келетін болсақ, сіз сонда бір ізгі хабар, қазір оны кішкене талқылайтын боламыз, содан кейін қазір сол сіз ерекше адамдар тобымен жұмыс істедім деп айтасыз. Сол туралы кішкене тағы да айтып кетсеңіз, қалай болды, не болды да? Тәубе еткеннен кейін ертесіне ізгі хабар таратайын, кімге таратайын деп тұрдым, соған ізгі тарата бердім. Соған бір күні үйде бірінші рет Құдайым сен мені асырашы, мен саған қызмет етейін дедім, сонда бір бөлме сарай сал деді. Бір бөлме сарай салдым да, оған квартиранттар жинадым. Содан Құдай ақша беріп,
жаңа асыра дедім ғой енді, асырап жатыр. Соған мен оларға хабар айтамын. Бірі келеді, бірі кетеді. Сосын біріне күңкілдеймін, немене мына біреуі 4 күн тұрады, біреуі 1 жеті тұрады, ең көп тұрғаны 1 ай тұрады деп күңкілдеп жүрсем, бір күні Құдай жүрегімді сөйлеп, саған бәрібір емес па? Сен мені асыра дедің, мен сені асырап жатырмын. Олар толық ақшасын берді 1 айдың, бірақ 4 күн тұрды, 1 жеті тұрды. Саған бәрібір емес па? Сен оған Құдайдың сөзін айттың, олар кетіп жатыр деп. Түсінік келген кезде, Құдайым кешір деп, енді саған сенің еркіңмен келетін адам келсін деп бағышталатын болдым, яғни ізгі хабарды солай түсіндім енді, Құдайдың жоспары екен. Енді әрі қарай тарата бердім сөйтіп. Сол тағы қазір бір сұрақ қойып ары қарай жалғастырады. Сол ізгі хабар мүмкін кейбіреулер түсінбейтін шығар. Ізгі хабар дегеніміз не? Сонда да бір-екі сөйлеммен айтып кетсеңіз. Не ол ізгі хабар? Ізгі хабар деген енді қуанышты хабар деп те айтылады. Яғни ол негізі Құдайдың тапсырмасы. Яғни Құдайдың өсиеті деп айтуға да болады, Құдайдың тапсырмасы да деп айтуға болады. Ұлы аманат. Ұлы аманаты, 3 сөзбен жеткізуге болады. Және ол Құдай барыңдар да айтыңдар, мен туралы куәлік беріңдер деді. Яғни айтсаңдар болады, айтпасаңдар болады деген жоқ. Яғни барыңдар айтыңдар деп, яғни кәдімгі бұйрықты түрде айтылып тұр. Яғни ол орындалу керек нәрсе. Яғни тапсырма. Жаңа аманат дедік қой. Аманатты қазақтар өте жақсы түсінеді. Яғни аманатқа қиянат жасамаймыз деп айтады ғой. Яғни аманатты басқа нәрсені істемесе де аманатты жеткізеді. Аманатты істейді. Ол уәде, уәденің уәдесі, шынын айтқанда. Сонда бұл Құдайдың хабары, ол уәде. Ал уәдеге қазақтар өте берік болған. Не болса да уәдені орындау үшін бәрін істейді. Яғни шын айтқанда. Сол сіз бағана айтып отырсыз да, сол жүзекшілермен бірге жұмыс істедім. Қалай болды? Немесе бәрібір де көп адамдар тобы, мәсіхшілер ұялады, немесе андай былай қарайды, ой деп, мысалы басқа жерлерде ізгі хабар айтайын, мысалы, немесе басқа жағдайларды айтайын. Сіз қалай тап болдыңыз, мысалы, сол туралы бөлісіп кетсеңіз? Енді мен жаңа айттым ғой, үйде квартирант ұстаймын деп. Соған бір күні бір квартирантым ақша санап атады, ылғи күнде келіп ақша санап атады, ақшаның дауысы білінеді, шиқылдап санап атады. Осы сен не істейсің, қандай жұмыс істейсің дедім. Ой, мен косметика сатамын деді. Онда мені үйретші деді. Онда тәте осындай ақша дайындап қой, мен үйретемін деді. Сол ақшасын дайындап қойдым да, мені алып шықты. Ол барахолкке барады да, оптым сатып алады екен. Сосын соны ойбай предлагаю косметика десең болды, бәрі алады деді. Соны мен кеттім. Енді ол жаңа Құдай үйретті ғой жоспарға. Соған мен ана бизнесіме де жоспар жасайтын болдым. Бүгін Абай, ертең Розбакиева, ертең Әуезова, Арғын деп 1 жетіге жоспар жасасам, Құдай мені бірінші Алматыға алып кете береді. Бір күш аяғымды солай қарай алып кете береді. Түсінбедім. Сонан кейін барамда бір күні күңкілдедім. Сөйтсем бірінші Алматы жақта жезөкше қыздар тұрады екен, көшенің бойында. Соларға жаңағы косметика сатам. Ресторандарға, столовыйлардың подвалдарында тұрады, көшелерде тұрады. Сонда Құдайдың жоспары сол екен. Мені солайға қарай жұмсау, яғни ізгі хабар үшін қолдану. Содан мен неге мынаяққа алып келе бересің, неге алып келе бересің деп күңкілдесем, саған бәрібір емес па? Мына балаларға ізгі хабарда кім айтады дегендей түсінік келді маған. Күңкілдегенде сол кезде аузыма құм құйылып, Құдайым кешір мені, кешір, айтамын деп ізгі хабар айтатын болдым. Солай баратын болдым. Сонан кейін екінші бір жылаған, Құдайым олардың үстінен жаман иіс шығады, Құдайым мен қалай жүремін дегенде екінші дейді, сол иісті де алып тастады. Ең аяғында әуелі жиіркенетін едім, кейін оларға із хабар айтып, олармен құшақтасып, олар мені апа деп, мен оларды қызым деп, ең аяғында із хабарымды 2 жыл жүргіздім. Шын айтқанда, көптеген адамдарға, мен қазір Сибульна көшесінде болсам айталам, қай үйде жезөкшелер тұратынын даже білем. Сонда Құдайдың жоспары екенін білгенім, яғни ресторандардың кіріп кете берем подвалына, кафелерге кіріп кете берем, о жерге клиенттерден басқа ешкім кірмеу керек қой негізі. Сонда мен түсінгенім бұл Құдайдың ергі болып тұр да. Яғни соларға із хабар жеткізу. Сонда байқағаным Өзбекстаннан көп қыздар, Шымкенттен көп қыздар,
яғни осы Алматының қалалық қыздары да болады екен. Ал жаңағы Шымкенттің қыздарын, Өзбекстанның қыздарын алып келеді де, жағдайы нашар үйлерден алып келеді де, салып тастайды, документін алып алады да, кредитке салып қояды да, солар сондай қолданатын білдім да, сөйтіп дұға ете бастадым. Құдайым осыларды құтқаршы деп. И ізгі хабарымды да жүргізіп, сөйтіп көптеген адамдарға ізгі хабар тараттым енді. Шын айтқанда, сол жерде бір сенуші әйелді де кездестірдім. Яғни менің сөзімнен байқап қалса керек, сенуші емессің ба деді, я дегенінде қайдан білдіңіз деген сөзіңізден деді. Сол кезде мен айттым, өзің кімсің дегенде, мен сенуші болғанмын деді. Сосын мен айтам, енді не істеп жүрсің дегенде, ақша керек болып деді. Мен айтам, Құдай онсыз да береді ғой саған. Қанша сұрасаң бере алмай ма? Бере алады ғой дегенде, я деп енді адасқаны белгілі болып тұр. Мен ойлаймын, сол әйелге сол ізгі хабарды қайта айтқызу үшін мені сол күні қолданса да, сол Алматыға апарса да, мен таң қалмаймын. Өйткені Құдай бір адамның жан дүниесі үшін, бір адам үшін анау бар ғой, адасқан ұлын қалай күткені, сол сияқты адасқан қызына да ізгі хабар айтқызды. Мен айтам, сен қайт, Құдай кешіруге дайын, өліп қалмағаныңа шүкір дедім, қайта. Құдай береді саған. Қанша сұрасаң сондай тауып береді дедім да. Сондай жағдайлар болған. Менде де есімде, менде сол 1 жыл бойы ма, 2 жыл бойы жағдай нашар кісілерге ізгі хабар айтып, солай бағышталдым да. 1 жылдай, мүмкін 2 жылдай сондай жағдай нашар. Былайша айтқан кезде бомж жейді ғой. Сондай кісілерге далаға шығам, именно сондай кісілерді байқаймын, қасына келем, сөйлесем, ізгі хабар таратам. Сол кезде мен Ақсайда тұрғам, Ақсайда 2, Ақсай 3, сол соқта тұратын жағдай нашар кісілердің бәрін білем да, танимын да. Олардың өздерінің петактары болады, сол жаққа барам, ізгі хабар айтам, не істеймін дегендей. Сол кезде бір жағдай болған, студенттік уақытын ақша жоқ студент кезінде ол. Ансайсың онда, еттен ансайсың, сонда 5 бармақтан ансайсың, сол ақша жоқ уақыт. Соңғы бір 200 теңге ма, сондай қалған 300 теңге. Сол кезде магазинға кетіп бара жатқан кезде бір жағдай нашар, бір бомж кісіні көрем, далада отыр екен, жатыр, былай отыр скамейкада. Содан кейін қасына өтіп баратамын да, бір дауыс келді жүрегіме. Сол сен қазір алатын сметана мен нанды, өзіме соңғы ақша алған 400 теңге, 500 теңге. Өзіме сметана мен нан алайын деп тұрғанмын, қарным ашып тұр. Сосын өзіме сметана мен нан алып, қазір тойып аламын деп ойладым. Сөйтіп дауыс келді жүрегіме, сол сметана мен нанды мына кісіге бер деген сияқты. Содан кейін мен тұрып алдым, қалай мен берем, не үшін берем, мен өз ақшам жоқ, дымым жоқ, не берем деген сияқты да. Сол кезде соны түсіндім, то что мен хотя бы тұратын жерім бар, ата-анам бар, осындай жағдай бар, ал бұл кісіде ешнәрсе жоқ. Сондықтан да бөлісіп, мен аш қалсам да, мен қуанышпен аш қалам да. Мен тауып аламын, қарызға болса да, былай болса да. Содан кейін шықтым, сол тура сол ақша шықты, ровно сол ақшасы шықты. Сметана алам, нан барам, сол кісіге барам да айтам, сізге Құдай жар болсын, нан мен сметана сізге осылай деп, содан кейін, бауырым, рахмет, осылай деп тұрып, содан кейін екеуміз сөйлестік, сол кезде ол кісіге ізгі хабар айттым, Құдай сізді сүйеді, Құдай сіздің осындай жағдай болғаныңызды қаламайды, Иса Мәсіх бар, Иса Мәсіх ол жалғыз жол, тура жол, Жохан жазған ізгі хабарда да айтылған ол, жол шындық және шынайы өмір менмін, мен арқылы болмаса әкеге ешкім бара алмайды дегендей. Сөйтіп мен ізгі хабар айтып, сондай жағдайлар болған, өте көп негізі ондай жағдайлар. Сондықтан да мен жеке де былай кездесіп, сондай дос ретінде де былай сөйлесіп, оларға көмектесіп дегендей да, сондай жағдайлар болған. Сондықтан да Құдайға шүкір. Енді біздің өміріміз солай ғой енді, шын айтқанда. Өміріміз ысқы хабар болу керек қой. Құдайдың аманаты деп жаңа айттық қой, өсиеті деп. Оны орындау керек та, енді не үшін құтқарылдық. Енді оған да шын айтқанда, яғни менің түсінгенім 3 принципті неше жыл опытымнан түсінгенім 3 принцип. Құдайға сенім керек, және Құдайға адалдық керек. Сенім мен адалдық, яғни Құдайдың ол қасиеттерінің бірі. Ол сенімді ғой. Сен күнә жасасаң да, жасамасаң да аш қалдырмайды мысалы. Сен сүймей қалмайды күнә жасасаң да. Сол сияқты ол адалдығы мәңгі, тұрақты. Айтады ғой, тұрақты сенің рахымың деп. Забужында. Сол сияқты адалдық, әділдік оның тұрақты мінезі. Ал енді үшінші ол адамды жақсы көруің керек, адамды аяуың керек. Қандай жағдай болмасын, қандай сәт болмасын пайдалануға ұмтылу керек та. Адамды аяғына осы принцип болса, Құдай сен барлық жағдайды қолданады. Құдайға шүкір, иә. Сондай тағы бір сұрағым келіп тұр.
мысалы 90-шы жылдары 2000-шы жылдары сондай өте үлкен сондай ояныш болды, бірінші махаббат болды, бірінші сүйіспеншілік дейді. Ізі хабар өте кеңінен таралды. Бірақ не үшін мүмкін мен барлық адамдарды білмеймін, бүкіл қауымдарды білмеймін, бірақ мүмкін қазіргі уақытта сол бәсеңдеп қалып жатыр да көп қауымдар. Ізі хабар жағынан мүмкін сондай бір упущенный бір момент болып жатқан шығар деген сияқты қазіргі уақытта. Мүмкін барлығында емес, барлығында былай себе алмаймын ғой. Сол не үшін кейбір қауымдарда мүмкін сондай із хабар жағынан қиын мысалы айту, немесе ондай желание жоқ, шабыт жоқ дегендей да. И біз андай бұл сұрақтан андай көзқараспен айтқым келеді да, сұрағым келеді, чтобы андай осуждать ретінде емес, не үшін деп андай осының себебін түсініп, осы себебімен жұмыс істеу, иә. Ары қарай біз не істей аламыз енді, қалай біз бірге аламыз дегендей да, осы сұрақта. Ізгі хабар неге аз деген сұраққа білмеймін, мен бүгін тәубе алдым, ертесіне із хабар айтып кеттім. Яғни Құдайдың жоспары да солай мені сол жұмысқа майлаған деп ойлаймын. Ол да менің дарындарымды пайдаланғысы келді. Яғни ізгі хабар айтуға да бір жағынан көп адам айтады. Мен қауымда көбінесе айтам, із хабарды айтып жүрмін ғой, ылғи жет сайын айтам, із хабар айтып жүрмін деп. Олар бүгін мына адамға айттым десем, олар сіздің андай жақсы сөйлейсіз дейді да. Яғни сөзшең андай тіл байлығыңыз күшті дейді. Оған келсем, тіл байлық керек, бірақ жалғыз тіл байлығыға қарап тұрған жоқ. Бірақ адамның желаниясы дейді ғой орысша. Яғни адамда қалау керек. Яғни адамда айтып отырмын ғой, сен бірдеңені қаламасаң ала алмайсың ғой мысалы. Мысалы бүгін осы жерге келуді қаламасам, мен мысалы келмес едім. Яғни енжарлық таратсам, мысалы ерінсем, осыны маңызды деп санамасам, келмес едім. Мен ойлаймын, енді мен әркімді кінәлап жатқан жоқпын, бірақ енжарлық бар деп ойлаймын. Енжарлық адамдарда. Яғни ой жоқ, оны бір белгілі бір адам айту керек деп ойлайтын шығар. Көбінесе. Тек қана дарыны бар адам айту керек деп ойлайтын сияқты. Із хабар айтпауының себебі осы ма деп ойлаймын да өзім. Солай ойлаймын. Бір жағынан да олай болуы мүмкін. Бірақ тек жастар ғана емес, көп адамдар тобы. Көп адамда, жалғыз жас емес, көп адамдарда. Ал, рахмет сізге, келгеніңізге, осындай уақыт бөліп. Негізі бастаған кезде бізді күн шығып, түс уақыты еді. Қазір уже кішкене емес, кәдімгі күн батып, біздің зарядкаларымыз отырып, жаңбыр жауып, отырмыз. Сондықтан да рахмет келгеніңізге, осындай уақыт бөліп, бөліскеніңізге. Мен ойлаймын, бұл да бір бекер емес. Көретін адамдардың сондай жүректеріне себіліп, кішкене де болса да сондай ізгі хабарға, немесе сондай бір Құдайға деген ұмтылыстар болса, бір адам болса да, біздің мақсатымыз, біздің сол бір галочка қойылды дегенде да. Сондықтан да Құдай сізге жары болсын. Соңғы бір сөзіңізді, соңғы бір жігер ретінде, немесе сондай бір қазақ халқына, басқа халықтарға да көретін көрермендерге сондай бір жігер ретінде бір нәрсе айтсаңыз болады да. Тұжырымдап бір ең соңынан бір. Бауырым, ізгі хабар айтпасаң да бада беріп жүр адамдарға. Құтқарылсын, осы жер құтқарылсын. Өйткені Құдайдың сөзі ол, құтқарылады. Аяғың басқан жер Құдайдың патшалығы орнайды дедім. Мен соған сенем, мен соны істеп жүрмін. Сол үшін қуанам мен. Сол айтатыным. Қорықпау керек ешкеннен. Сондықтан да біз сізді жігерлендіреміз, қорықпаңыздар. Айтыңыздар, даналықпен, әрине, көрегенділікпен. Ал, жақсы, рахмет үлкен келгеніңізге. Бұл Леокас подкасты болды. Сондықтан да келесі шығарылымдарды күтіңіздер, көріңіздер, лайк басыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әумин. Рахмет сізге де. Сізге де рахмет. Болды.